Айтыс. Сұрасаң менің атым жаны сақын, көмейден өлең жырды ағытатын. Жылдарай ортаңызда ақын бар ма? Қайқайып қар өлеңмен қағысатын. Ауыз әдебиетінде ежелден қалыптасқан поэзиялық жанр. Топ алдында қолма-қол суырып салып айтылатын сөз сайысы, жыр жарысы. Айтыс тұрмыс салт жырларынан бастау алып келе-келе ақындар айтысына ұласқан. Айтыста осыған орай лирикалық, эпикалық, драмалық сипаттар мол ұшырасады. Сол арқылы бұл жанр ауыз әдебиетінің өзге түрлерімен қанаттаса дамып, бір-біріне елеулі әсер ықпал жасап отырған. Батыр және лира эпос жырларына да әсерін тигізіп, өзі де арнасы кең мол салаға айналған. Қазақтың ауыз әдебиетінде ерте заманнан келе жатқан айтыс жанрының туу негіздері мен өзіне тән ерекшеліктері, даму тарихы бар. Айтыс халық ауыз әдебиетінің ерекше бір түрі. Айтыс қазақтан басқа арабтың бедәуилер тайпасында және түрік тілдес елдердің бір қатарында, ірі ақындар айтысы Үндістан халықтарында бар. Айтыс үстінде талай күтпеген жайлар кездеседі. Айтысар тақырыбы белгісіз, тосын сұрауларға тап болады. Екі ақында бірін-бірі тығырыққа қамау үшін, бірін-бірі сүріндіру үшін өмір құбылыстарын жұмбақ етіп те тартады. Соның бәріне ақындар жөпелдемеде жауап беруге, дәлел айтуға әзір болуы керек. Мұның бәрі ақындардан сөзге жүйріктікті, білгірлікті, тапқырлықты, ұсталықты қажетсінумен қатар, ел-елдің шежіресін, тарихын, жер жайын, этнографиялық ерекшеліктерін білуді керек етеді. Олай болмаған күнде құр ділмарлықпен ештеңе өндіре алмайды, сайыста дәрменсіз болып қала береді. Жаттанды сөз өрнегін қолдануға ақынға абырой әпермейді. Ақындар айтыстың бас кезінде асқақ әуенге басады. Өздерінің мойыны озық, сөз жүйрігі екенін таныта, қарсылас ақынын тұқырта, кеміте, үркіте сөйлейді. Ақындар айтысының тағы бір ерекшелігі ойында өрелік жоқ дегендей, айтысқа үлкен де, кіші де, еркек те, әйел де қатыса береді. Тек талант дарыны болса, бәйгеге түсер шамасы болса болғаны. Майталман ақынның жарыста таныла бастаған балаң ақынмен, ұлғайған ақынның жас қыз, келіншекпен айтысуы, сөзбен сілкілесуі шам емес. Сонымен қатар айтысып отырғанда, ақын өзінің жеңілгенін білу де айтыстың негізгі шартының бірі болып саналады. Сөзге сөз табу, орынды жерінде ұтымды сөз айту сияқты өзінің жеңілгендігін білу де жоғары бағаланады. Шынайы ақын өзінің ұтылғанын білсе, бірден жеңілгенін мойындап, әрі қарай сөз таластырмайды. Қазақ ақындар айтысында талантымен танылып, бүкіл елге аты жайылған әйгілі ақындар аз емес. Осындай өнер иелерін халық қатты ардақтаған.